Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 72. Vocabulary, home and the garden. I have done exercise number 1, 2, 3, and 7. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін 72-ші беттегі vocabulary жаңа сөздер home and the garden, үй және бақша. Осыған байланысты жаңа сөздер өтеміз, және соған байланысты сөйлемдер құраймыз, және де тағы да бізде предлог, демеуліктер өтеміз бүгін. Бұнда менде listening жоқ, мына жерде listening деп тұр ғой, 4 пен 5-ші жаттығу, ол менде өкінішке орай жасалмады, listening болмағандықтан мен оны қалдырып кеттім, қалған жаттығуларды жасадым. Exercise number 1, barbecue, garden, бақша, garage, gate, қоршау, house, үй, roof, үйдің төбесі, wall, қабырға, ladder, баспалдақ, саты. Бұнда мен matching жасап қойдым, сәйкестендіру. Цифрлармен көрініп тұр, сандармен. Екінші тапсырмада Are there any of the things in exercise 1 where you live дейді, where are they дейді, сен тұратын жерде дейді. Бірінші жаттығуға байланысты сөздер бар ма дейді, бар болатын болса, олар қай жерде дейді. Мен жазып қойдым. There is a garden behind the house. Үйімнің артында, behind деген артында деген сөз, демеулік. Үйімнің артында бақша бар. There is a gate in front of my house. Үйімнің алдында қақпа бар, қоршау бар. There is a ladder on the left of wall. Қабырғаның сол жағында саты бар. There is a garage on the right of my house. Үйімнің оң жағында гараж бар. There is a roof on my house. Үйімнің төбесі бар. Үйімнің жоғары жағында төбе бар деген секілді. Бұнда демеуліктер behind, in front of, on the деген сияқты. On деген демеуліктер. Behind деген артында, in front of деген алдыңғы жағында, on деген бір нәрсенің үстінде. On the right, on the left деп айтады. On жақта, сол жақта деген сөзді. On деген сосын бір нәрсенің үстінде. Бұл exercise number 2. Үшінші тапсырма. Сөйлем құрайсыңдар. Opposite деген қарама қарсы, behind артында, next to жанында, in front of алдыңғы жағында деген сөз. Осыған байланысты сөйлем құраңдар деп тұр. There is a barbecue in the garden дейді. Бақшаның ішінде barbecue бар, in the garden. There is a wall in front of the house. Үйімнің алдында, in front of деген алды деген сөз. Үйімнің алдында қабырға бар. There is a gate opposite of the house. Үйге қарама қарсы неме бар, үйге қарама қарсы қақпа бар, қоршау. There is a ladder next to the house. Үйдің жанында, next to деген жанында деген сөз. Үйдің жанында саты бар деген. Осындай сөйлемдер құрап шықтым өзім. 6 мен 7-ші тапсырма. 6-шы тапсырмада fantasy garden'ды ойдан құрастыр дейді өзін. Суретін сал деп тұр. Бұл жерде сурет тұр, мына сурет жай сурет. Сендер осыған байланысты сурет салуларына болады. Ойдан құрастырып сурет сал дейді. Фантазиялық бақша дейді, өздерінің бақшаларында саласындар. Ойларына қандай бақша келеді, соны саласындар. Және де 7-ші тапсырмада сол бақшаны енді суретте дейді. Мен өзім жазып қойдым, бірақ та бұл суреттің сондай қатысы жоқ. Жай суретті қойып қойдым. Fantasy garden, бұл мысал ретінде сендерге осындай өздерін елестетіп, қиялдарына ерік беріп, фантазиялық бақша салып, одан кейін оны суреттеп, демеуліктерді қолданып, сөйлем құрастырып жазыңдар дептір. There is a fantasy garden дейді, бұл жерде фантазиялық бақ бар. It has got a river and a gate. Бұл бақта өзен бар, river деген және де қақпасы бар, қоршауы. The gate is in front of the house. Бұл қоршау үйге қарама қарсы, алдында, үйдің алдында тұрады. A ladder is behind of the house.
Ал саты болса үйдің артында тұр. A river is on the right of the house. Үйдің оң жағында өзен бар. A garden is near the house. Ал бақша болса үйдің жанында бар деген сөз. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.